Балықтар неге сөйлемейді? Ертегісі. Ертеде сиқырлы көк теңіздің астында балықтар патшалығы өмір сүріпті. Олар бір-бірімен өте тәтті тұрыпты. Балықтар достықтарының, еңбексүйгіштіктерінің арқасында басқа патшалықтарға да үлгі болыпты. Барлық патшалық балықтар патшалығына қызыға қарапты. Өйткені балықтар күндіз тынымсыз еңбек етіп, кешке көңілді сауық-сайран құрады екен. Олар теңіз бетіне шығып, әртүрлі іс-қимылдар арқылы бидің түрлі тәсілдерін көрсетіпті. Би ырғағы мен әртүрлі әуендер салыпты. Кешке сол әдетпен тағы да балықтар теңіз бетіне шығып, ән салып, би билеп думандатады. Оны естіген құбыжық теңізге келіп, шат-шадыманға бөленіп жүрген балықтарға тап беріпті. Өкінішке орай, көптеген балықтар құбыжықтың құрбаны болған екен. Ал қалғандары теңіз астындағы өз патшалықтарына қашып құтылыпты. Бірақ та содан бері олардың ешқайсысы қатты қорыққанынан болар сөйлей алмай қалыпты. Одан кейін де қанша жылдар өтсе де, сол сөйлемеген күйі сөйлемей қала беріпті. Бірақ та балықтар сөйлемесе де, бір-бірімен қанаттарының, құйрықтарының, желбезектерінің көмегімен түсінісетін болыпты. Мінеки, балықтардың неге сөйлемейтінінің сыры осындай оқиғалардың салдарынан ба деп ойлаймын. Осымен ертегіміз аяқталды. Ертегі ұнаса лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Және де менің парақшама жазылуды ұмытпаңыздар.